لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 27 bölüm. Tabuk dağı şayqas. Özünен басқа сыйынуға лайықты Құдай болмаған Олы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум сіздерге, Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Хижраның 9-шы жылы арабтардың бәрі Аллахтың елшісіне бойысынды. Мұсылмандарды мойындамаған Шығыс Рим империясы Византия ғана қалды. Византия Аллахтың елшісі құрған ислам мемлекетінің мекеніне ең жақын орналасқан мемлекет еді. Римдіктер Мута шайқасындағы болған іске риза емес еді. Өйткені олар Мутадан кейін өздерінің бұрынғы беделдерін жоғалтқан болатын. Сондықтан олар Мединаны шабуға үлкен әскер дайындады. Римдіктер 10 мыңдап әскер жинады және оларға христиан дінін ұстанатын арабтар қосылды. Бұл жайлы хабар пайғамбарға келіп жетті. Ол әскер дайындай бастады. Әдетте ол соғыспен қайда баратындығын хабарламайтын, бірақ тарихта Табуқтағы шайқас деп аты қалған бұл шайқастың ерекшелігі болды. Хижраның 9-шы жылы бүкіл адамдарды шақыру басталды. Адамдар Мединаның сыртынан да келіп жатты. Олардың бәрі Аллахтың елшісінің қол астында шайқасқысы келді. Осы шайқасқа Аллахтың елшісімен шыққысы келіп, адамдар мыңдап келе бастады. Олар Алла жолындағы жихадқа қатысып, жәннатқа кіргілері келді. Адамдар жиналып жатты, бірақ пайғамбар оларға жолға тамақ пен қару-жарақтың жетпейтіндігін қалай айтарын білмеді. Өйткені олардың саны көп еді. Осы қиыншылықтармен қатар сол жылдың жазы ыстығымен ерекшеленген болатын. Пайғамбар кейбір адамдарды кері қайтаруға мәжбүр болды. Өйткені олардың бәріне қор жеткізе алмады. Адамдар Аллахтың елшісімен бірге жорыққа шыға алмайтындықтарынан жылай бастады. Алла Тағала олар жайлы Құран аяттарымен былай дейді: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Сондай көліктендіріп жіберуің үшін саған келгенде, сендерді аттандыратын көлік таба алмадың дегеніңде, өздерде сарып қыларлық нәрсе таба алмай, көз жастарын күйінген түрде төгіп, қайтқандарға да кінә жоқ. Аллахтың елшісі кім әскерді дайындауға қаржы шығара алады деп сұрай бастады. Осман ибн Аффан 200-ге тарта түйелеріне заттарын тиеп, Шамға аттандырғалы жатқан болатын. Аллахтың елшісінің сөздерін естіп, ол оның бәрін толығымен Алла жолына берді. Осыдан кейін ол тағы 200 түйенің тиеген заттармен берді. Осыдан кейін ол 1000 динар алып келіп, Аллахтың елшісінің алдына қойды. Оларды көрген пайғамбар, осыдан кейін Осман не істесе де оған еш нәрсе зиян тигізе алмайды деді. Абдурахман ибн Ауф та, Талха да солай Аллахтың жолында көп дүние берді. Омар бен Әл-Хаттаб әрдайым Абу Бакр мен Алла жолындағы амалдармен жарысатын. Осы жолы ол үйіне барып, барлық дүниесінің тең жартысын алып, Алла жолындағы жорыққа құрбан еткісі келді. Ол әйелінің сырғасына дейін екі құлағындағысының бірін Алла жолында шешіп беруін әмір етті. Осылай ол үйінен біраз дүние жинап, Аллахтың елшісіне алып келді. Осы кезде шамалы дүниесін қолына ұстап, Абу Бакр да келді. Омар өзі бұл оқиға жайлы былай айтады: Абу Бакрдың қолына ұстаған шамал дүниесінен менің әлкелген дүниемнің көп екенін аңғарып, ішімнен осы жолы мен Алла жолындағы амалымен Абу Бакрден асып түсетін болдым деп іштей қуандым дейді. Осы кезде Аллахтың елшісіменен: «Я Омар, сен үйіңде не қалдырдың?» деп сұрады. «Мен дүниемнің тең жартысын үйде қалдырып, ал қалған жартысын саған Алла үшін алып келдім» дедім. Осыдан кейін ол Абу Бакрден: «Абу Бакр, сенше?» деп сұрады. Сол кезде Абу Бакр: «Мен
үйде Аллах пен оның елшісін қалдырдым деді. Ол бұнысымен үйінде еш нәрсе қалдырмай, дүниесінің бәрін Алла жолында алып келгендігін білдірді. Сол кезде Омар, мен бұдан былай Абу Бакрден Алла жолындағы сауапты істеріммен оза алмайтындығымды түсіндім дейді. Иә, Аллахтың елшісінің сахабалары осындай еді. Олар Алла жолындағы істе бір-бірімен жарысатын. Кішкене дирхем мен құрмалары барлар да Алла жолында беріп жатты. Осы кезде 200-лер өздерін танытты. Алла жолында көп дүние беріп жатқан байлар жайлы сендер адамдардың алдында мақтанып жатырсыңдар десе, ал Алла жолында көп бере алмай жатқан адамдар жайлы сендердің беріп жатқан аз дүниелерің кімге жетеді? Алла сендердің бұларыңа мұқтаж емес деп жатты. Олардың бұл ісі жайлы Алла тағала Құранда былай дейді. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Сондай мөминдерден садақаларда анталы болушыларды айыптағандар тағы тырысып тапқанын ғана бергендерді мазақтады. Алла олардың өздерін мазаққа ұшыратады. Әрі олар үшін жан түршігерлік азап бар. 200-лер бір-біріне бұлай деп айтқандары жайлы Құранда айтылады. لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. Бұндай ыстықта жорыққа шығушы болмаңдар деп жатты оларға. Тозақтың ыстығы бұдан да қатты деп айтты. Кейбіреулері өтірік себептерін айтып келе бастады. Бұл жайлы Құранда былай делінеді. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. Сондай мөминдерден садақаларда анталы болушыларды айыптағандар, тағы тырысып тапқан ғана бергендерді, тәлкек еткендерді Алла мазаққа ұшыратады. Әрі олар үшін жан түршігерлік қинау бар. Олардың бірі былай деп айтып жатқан: мен жорыққа шығуды қаламаймын. Одан неге деп сұрағанда ол: мен арбалудан қорқамын деп жауап берді. Ол сонда ненің арбауынан қорқып жатқан болды? Мен Рим әйелдерінің арбауынан қорқамын деп жауап берді. Оның сөздері Құранда былай деп айтылады. ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Олардан кей адам: маған рұқсат бер, әлекке салма дейді. Байқаңдар, олар негізінен әлекке түскендер, сөзсіз тозақ кәпірлерді орап алады. Пайғамбар әскерді жорыққа дайындай бастады. Алғаш әскер саны 30 мыңға жетті. 200-лер жорыққа қатынасудан жалтарып кетті. Жорыққа шыға алмаған мұсылмандардың айтарлықтай себептері болды. Бірақ мұсылмандардың ішінде жорыққа себепсіз шықпаған 3 адам болды. 200-лер жорыққа шықпай қалып қойғандарына қуанып жатты. Алла тағала Құранда олар жайлы былай дейді. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. Егер жақындағы бір пайда, қолайлы сапар болса еді, әрине саған олар ілесер еді. Бірақ оларға машақатты сапар өздерін әлекке салады. Әскер сол уақыттағы ұлы мемлекет римдіктерге қарсы жорыққа дайындалып жатты. Мұсылмандардың 30 мыңдық әскері жорыққа аттанып кетті. Табук Мединадан солтүстік батыс бағытында 500 шақырым жерде орналасқан болатын. Пайғамбар Әлиді өзінің жанұясының қамқоршысы етіп қалдырды. Әли онымен жорыққа шыға алмағанына қатты ренжіді. Өйткені ол Алла жолында соғысуды жақсы көретін батыр еді. Ол пайғамбарға келіп, өзімен бірге жорыққа баруға сұрана бастады. Пайғамбар болса оған Құрандағы Мұса мен Харунның әңгімесін есіне салып былай деді: сен Мұсадан кейін Харунның дәрежесінде орынды иемденгің келмей ме? Бірақ менен кейін пайғамбар болмайды. Мұса Аллахпен тілдесуге кеткенде өзінің халқына қамқоршы етіп Харунды қалдырған болатын. Әскер Табука қарай жылжып бара жатты. Адам саны көп еді. Олардың бір түйеге 18 адам кезектесіп мінген кездері болды. Олар шөл мен аштықтан қиналып жатты. Олардың ағаш жапырақтарын жеген кездері де болды. Бірақ бұның бәрінен олардың Алла жолындағы шайқасқа деген құштарлығы басым еді. Бұл әскер қиын жағдайларда болған әскер деп те аталады.
өздерінің жолында әскер Салих пайғамбардың халқы тұрған жерден өтті. Осы жерде Алла тағала Салихтың халқына өзінің жазасын жіберіп, қарғысын орындаған болатын. Сахабалар сол мекенге кіріп, онда суы бар құдық тапты. Олар ол құдықтан іше бастағанда, Аллахтың елшісі оларға одан ішуге тыйым салды. Пайғамбар оларға: осы құдықтың суына иленген нандарың болса, оны түйелерің мен мініс малдарыңа беріңдер, одан өздерің жеуші болмаңдар деді. Өйткені бұл Аллахтың қарғысы деген адамдардың үйлері еді. Пайғамбар оларға: өздерінің зұлымдығы тиген елдің тұрақтарына көздеріңе жас алмай кіруші болмаңдар. Өйткені оларға түскен қарғыстан қорқыңдар деді. Сахабалар күйреген үйлердің құрылысының жанынан өтті. Аллахтың оларға жіберген жазасын естеріне алды. Әскер сапарын ары қалай жалғастырды. Табук жорығында болған оқиғалардан пайғамбар жолда келе жатып, сахабаларына алдында бұлақ кездесетіндігін және оған тиіспеулерін ескертеді. Бірақ 30 мыңдық жасақтың алдында келе жатқан екеуі сол бастауға жетіп, одан су ішіп үлгереді. Пайғамбар оларды жасаған амалдары үшін ұрсады. Бұл судың бастауына әскердің қалған бөлігі жеткенде, одан ағып жатқан су кішірейіп қалады. Ол су 30 мыңдық әскерге жетуі мүмкін емес еді. Ал олардың өздерінен бөлек мініс малдар да бар еді. Бұл кішкентай бастау үлкен әскердің шөлін қалай қандырмақ. Пайғамбар ол бастауға келіп, қолын қойып Аллахқа жалбарынып дұға жасай бастады. Сол кезде Алла оларға өзінің игілігін жіберді. Үлкен әскер, адамы бар, малы бар, бәрі бастаудан шөлдерін қандырып ішті. Пайғамбар әскерімен Табуққа жетіп, сол жерде орнықты. Сол жерде ол адамдарға құтпа жасап, оларды ынталандырды. Римдіктер мұсылмандардың үлкен әскер дайындап келгенін білді. Сол кезде олардың жүректеріне үрей алады. Римдіктердің әскері бытырай бастады. Осылайша римдіктер жеңіліске ұшырады. Алла мұсылмандарды соғыстан аман етті. Пайғамбар Табукте бірнеше күн тұрақтады. Ол мұсылмандарға ислам дінін үйретіп, оның кейбір негіздерін естеріне салды. Мұсылмандарға жақын жерлерде орналасқан руларының ақсақалдарынан елшілер келді. Олар ислам мемлекетін мойындап, оған бойсынды. Ислам дінін қабылдамағандар оған жизияларын төлейтін болып кесті. Пайғамбар сахабалармен Табуктан жеңімпаз болып оралды. Алла оларды шайқасудан аман етті. Мұсылмандар жорықтан оралып келе жатқан кезде 200-лер оңтайлы сәтті қолданып қалды. 200-лердің бір тобы пайғамбарға келіп, оған зиян шеккізбекші болды. Олардың бұнысын сахабалардан Хузейфа біліп қолды. Бұл жайлы естіген Хузейфа 200-лердің жылқыларын өзінің қишық таяғымен соғып қалды. Сол кезде Алла 200-лердің жүрегіне үрей салып, олар қашып кетті. Сол кезде Хузейфа пайғамбарға бар болған оқиғаны баяндайды. Пайғамбар ол 200-лерді өзіне шақырып, олардан не болғандығын сұрады. Олар Аллахтың атымен ант беріп, ештеңе жасамақсыз келмегендіктерін айтты. Бірақ Алла тағала олардың амалдары жайлы былай деп аян түсірді. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. Олар айтпадық деп Аллахтың атымен ант ішеді. Расында олар қарсылық сөз айтқан болатын. Сондай-ақ олар мұсылман болғаннан кейін кәпір болды. Тағы олар ойлары жетпейтін нәрседен ой қылды. Сондай-ақ Аллахтың елшісіне 200-лер келіп, «Я Аллахтың елшісі, біз мешіт салдық» деді. Бірақ олар оны мұсылмандардың арасына алауыздық салу үшін салған еді. Мұсылмандар бірінші болып Әл-Құба дейтін мешіт салған болатын. Ал олар болса оған қарсы зұлымдық үшін мешіт салды. Олар оған Аллахтың елшісін онда намаз оқуға шақырды. Бірақ Алла олардың ниеттерін ашып, мына Құран аяттарын түсірді. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. Сондай зиян тигізу, қарсы келу, мұсылмандардың арасын ашу және бұрыннан Алла және елшісіне қарсы соғысқан біреуді күту үшін мешіт жасап алғандар, игілікті ғана қалап едік деп әлбетте ант ішеді. Сондай-ақ Алла олардың асқан суайт екендігіне куәлік етеді. Ол мешітте әсте намаз оқыма. Пайғамбар ол мешітті бұзуға әмір берді. Өйткені ол мешіт
тақуалық негізінде салынбап еді. Мединаға оралып жатқан пайғамбарды адамдар қарсы алып жатты. Олар қуанып Аллахқа мадақтарын айтып, әл-уағданың қырларынан көтерілген толығай бізді нұрландырды деп айтып жатты. Адамдар өздерінің туыстарын қарсы алып жатты. Пайғамбар әдетінше оралысымен мешітке барып, онда қосымша нәпіл намаз оқыды. Одан кейін пайғамбар ол жерде жорыққа шықпаған адамдарды күтті. 200-лер келді. Олардың саны 80-нен көп еді. Олардың мардымды себептері болмады. Олар мешітке келіп, түрлі сылтаулар айтып, Аллахтың елшісінен оларды кешірулерін сұрады. Пайғамбар олар үшін Аллахтан кешірім сұрады. Өйткені ол олардың ауыздарынан шыққан сөздері арқылы бағалады да, ал олардың ішкі жан дүниесіндегі мәселені Аллахтың сотына қалдырды. Алла тағала олар жайлы былай дейді. يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Олар сендерді разы қылу үшін Аллахтың атымен ант береді. Егер олар иман келтірген болса, Аллахты және елшісін разы қылулар тиісті еді. Пайғамбар оларды кешіргенде Алла тағала өзінің елшісіне мына Құран аяттарымен сөкті. Афаллаху анк лима адинта лахум хатта ятабайяна лакалладина садақу ва та'ламал кадибин. Алла сені кешірсін. Саған шын айтқандар анықталып, өтірікшілерді білмейінше, оларға неге рұқсат бердің? Яғни саптар тазарып, 200-лер анықталмайынша, Табуқ жорығымен ондағы болған оқиғалар осындай болды. Осы жорықтан кейін барлық адамдар мұсылмандардан сақтана бастады. Жорыққа себепсіз қатынаспағандардың ішінде 200-де емес адамдар да болды. Олар Қаб ибн Малик, Хилал ибн Уме және Марар ибн Рабих болды. Қаб артынан өзінің оқиғасын Табуқ жорығына жиналу кезеңінен бастап айтып берді. Ол былай деп әңгімелейді. Пайғамбар адамдарды жорыққа дайындалуларына әмір берді. Ал мен болсам, адамдар осы жорыққа шығар алдындағыдай молшылықта болып, шайқасқа қатынасуға мүмкіншілігім кеңінен болған еді. Мен 2 түйін дайындап қойдым. Мен Аллахтың елшісі қатынасқан Бадырдан басқа барлық жорықтарға қатынасқан едім. Бадыр шайқасында да Аллахтың елшісі шайқас үшін барған болса, онда мен міндетті түрде оған да қатынасар едім. Бірақ ол Бадырға Құрайштардың керуенін алу мақсатымен ғана барып, ол жорықтың соңы соғыспен аяқталған болатын. Сонымен адамдар жорыққа дайындалып жатты. Мен де өз-өзіме, мен ертең дайындалып үлгерем деп айтып жүрдім. Дайындалмақшы бол ұмтылған әр кезінде мен өз-өзіме, мен бұны қалаған уақытта жасай алам деп айтып, өзімді тоқтатып отырдым. Сонымен бүкіл адамдар дайындалып болды. Аллахтың елшісі адамдармен жихадқа шыққан кезінде мен тағы да өз-өзіме, мен оларды 1-2 күннің ішінде қуып жетемін дедім. Ал одан кейін мен ойлаған 1-2 күнім де өтіп, менің қуып жететін уақытында өтіп кетті. Мені қатты өкіндіретіні, мен үйден шыққан кезде далада 200-ліктермен танымал болған адамдармен, белгілі бір себептермен жорыққа шыға алмағандарды ғана жолықтырып жаттым. Себепсіз қалған мен ғана едім. Ол кезде Мединада жемістер пісіп үлгерді. Мен өкініп қайғырып жаттым. Ал пайғамбар болса, менің жоқтығымды Табуқта байқап, Қаб ибн Малик не істеп жатыр деп сұрады. Адамдардың бірі оған, «Я Аллахтың елшісі, оны осы дүниеге деген махаббат ұстап қалды» деді. Сол кезде Муаз ибн Жабал орнынан тұрып, «Сен жалған айтып жаман сөйлеп жатырсың. Аллахтың атымен ант етеміз. Біз одан игіліктен басқа еш нәрсе көрген емеспіз» деді. Аллахтың елшісі еш нәрсе айтпады. Пайғамбар қалуға ешқандай себебі болмаған Мединадағы Қаб жайлы сұраған еді. Керісінше ол молшылықта бола тұра Аллахтың елшісімен жорыққа шықпады. Қаб әңгімесін ары қарай жалғастырды. Пайғамбардың Табуқтан оралып келе жатқан естігенінде мен өтірік жайлы еске алып, түрлі сылтаулар ойластырып, жанұямен кеңесе бастадым. Мен өзімді ақтауға дайындала бастадым. Адамдар Аллахтың елшісінің мешітіне ақталу үшін кіріп жатты. Бұл кіргендер 200-лер еді. Мен мешітке кіргенде пайғамбар маған қарап, ашуланған адамның түрімен езу тартты. Ол мені өзіне шақырып, маған жақында «Я Қаб» деді. Мен оның алдына келіп отырдым. Ол менен «Я Қаб, сен неге шықпадың? Сен түйелерді сатып алмап бедің» деп сұрады. Адамдар келіп, Аллахтың елшісінен кешірім сұрап, пайғамбар оларды кешіріп жатты. Бірақ Қаб бұлай істей алмады. Өйткені ол ондай адам емес еді. Пайғамбар Қабтың өзімен бірге жорыққа шықпағандығы жайлы одан
Сенің қалуыңа не себеп болды? Сен түйелерді сатып алмап бедің деп сұрады. Қап оған, я Аллахтың елшісі, Аллахтың атымен ант етемін. Егер менің алдында басқа біреу отырса, онда мен оның алдында қалай өтірік айтып, ақталуды білер едім. Бірақ мен Аллахтың қаһарынан қорқамын. Мен саған ақталып кетуді ойлап келген едім. Бірақ мені шындықтан басқа еш нәрсе құтқара алмайтындығын түсіндім. Аллахтың атымен ант етемін. Мен әдеттегіден әлсіз де күшті де емес едім. Менің ақтанылатын еш нәрсем жоқ, я Аллахтың елшісі деді. Аллахтың елшісі өзінің сахабаларына қарап, мынау жайлы айтатын болсақ, ол Алла алдында шыншыл. Я Қап, Алла саған өз әмірін айту үшін орныңнан тұр деді. Яғни, Қап шындықты айтты да, Аллахтың елшісі оның үкімін Аллахқа қалдырып, Қапқа Аллахтан аян ретінде келетін үкімдерді күттеді. Қап жиыннан кетті. Оның жақындары оған, я Қап, сен не істеп қойдың? Егер сен бір нәрсе ойлап тауып ақталғаныңда, онда Аллахтың елшісі сен үшін Аллахтан кешірім сұрар еді деп жатты. Қап былай дейді. Олардың маған осындай сөздерді айта бергендіктері соншалық, мен Аллахтың елшісіне оралып, оған өтірік айта жаздадым. Бірақ мен адамдардан, мен сияқты шындықты айтқан адамдар бар ма деп сұрадым. Олар маған екі тақуа адам, Хилал ибн Убей мен Марара ибн Рабиғ жайлы айтты. Сол кезде мен Аллахтың үкімдері келгенше шыдап үндемеуге бел будым. Пайғамбар адамдарға жорыққа шықпай, үйлерінде қалғандармен сөйлеспеуге әмір берді. Ол адамдарға олармен толығымен қарым-қатынас тоқтатуды әмір етті. Қап сөзін былай жалғастырды. Ол үшеудің арасындағы ең жасы мен едім. Басқа екеуі еш қайда шықпай үйлерінде отырып жылаумен болды. Ал мен болсам базарларға барып, мешіттерде жамағатпен намаз оқып жүрдім. Бірақ менімен бір адам сөйлеспеді. Бұны көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші. Басқа адамдар да бұл үшеуіне келген сынаққа қатты қайғырды. Өйткені ол үшеуі шыншыл имандылар еді. Дегенмен бұған қарамастан мұсылмандарға олармен сөйлеспеуге, олардың сәлемдеріне жауап қайыруға да тыйым салынды. Қап әңгімесін былай жалғастырды. Мен намазымды пайғамбардың жанында оқып, мешітке келіп жүрдім. Мен оған сәлем берем, бірақ оның менің сәлеміме жауап қайырғанын естімеймін. Мен ол маған жауап қайырды ма жоқ па деп, оның еріндеріне қарап отырдым. Мен намаз оқып жатқанда, пайғамбардың маған қарап жатқанын сезетінмін. Бірақ намазымды аяқтап, оған қарағанында ол менен жүзін бұрып әкететін. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, оның ең сүйікті адамдар онымен сөйлеспей, оның сәлеміне жауап қайырмай жүрді. Адамдардың бәрі. Қап әңгімесін былай жалғастырды. Мен қатты қайғырып, өзім жақсы көретін бөлем Абу Қатаданың үйіне бағытталдым. Мен оның дуалынан өтіп оған сәлем бергенімде, оның менің сәлемімді алмады. Сол кезде мен оны жағадан алып, мен сені Аллахтың атымен сұраймын. Сен менің Аллах пен оның елшісін жақсы көретінімді білмейсің бе дедім. Бірақ ол маған тіл қатпады. Мен сөздерімді 3 рет қайталағанда ғана ол Аллах пен оның елшісі жақсырақ біледі деп жауап қатты. Осы кезде менің көздерім жасқа толып, оны қалдырып базарға қарай кеттім. Сол кейде менімен ешкім сөйлеспеді. Мен бір набаталықтың мен жайлы сұрастырып, Қап ибн Мәлік қайда деп жатқан естідім де, адамдар маған қарай сілтеді. Ол маған келіп бір хатты ұстатты. Мен оны оқыдым. Шамдағы ру басыларының бірі маған, сенің досың сені шеттетіпті, сен ондай қарым-қатынасқа лайық емессің. Сондықтан бізге кел, біз сені құрметтейміз деп жазыпты. Оны оқып шығып, бол да сынақтардың бірі деп пешке тастадым. Адамдардың менімен сөйлеспегеніне сол кезде 40 күн өтіпті. Арада шамалы уақыт өтісімен маған пайғамбардың жіберген адамы есік қақты. Мен одан қандай жаңалықтар бар деп сұрадым. Мен біз жайлы аяндар келген екен деп үміттендім дейді Қап. Бірақ келген адам, Аллахтың елшісі саған әйеліңнен алыстауды әмір етті деді. Мен одан, Аллахтың елшісі маған онымен айырылысуды әмір етті ме деп сұрадым. Келген адам жоқ деді. Сол кезде мен әйелімді төркіндеріне жібердім. Осылай 50 күн өтті. Қалдырылған үшеудің бәріне әйелдерінен алыстау әмір етілді. Олардың иықтарына ауыр сынақ түсті. Қап пен оның екі досына ауыр қасірет келді. 50 күн қатарынан олармен ешкім сөйлеспеді де, оларға ешкім тіл қатпады. 50 күн қалдырылған үшеу үшін бұл күндер 50 жылдан да ұзақ көрінсе керек. Олармен ешкім сөйлеспеді, олардың сәлемдеріне ешкім жауап қайырмады. Керек десеңіз, оларға ешкім көз тастамады. Алла тағала олардың осы кездегі жағдайларын Құранда былай суреттейді. Хатта иза дақат алейхимул арду бима рахубат ва дақат алейхим анфусухум
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Тәпті оларға жер кең бола тұра тар көрінген еді. Өздерінен өздері тарылып, Аллахтан басқа ешбір пана жоқтығын аңғарды. Қап әңгімесін жалғастырды. 50-ші күннің түннен кейін мен өзімнің үйімнің шатырына шығып отырдым. Ол онда немен айналысты? Онда ол Аллахқа жалбарынып, одан кешірім сұрап, тәубеге келіп жатқан болса керек. Оған өзінің әйелінен де алыстауға әмір берілді. Ол үшін осы 50 күннен қиын не болды дейсің? Ол таң намазының уақытында үйінің шатырында отырған болатын. Ол былай дейді: адамдар таң намазын оқып болған соң, мен кенеттен «Я Қаб бен Малик» деген айғайлаған дауыс естідім. Ол үшін осы сөздерден тәтті не болу мүмкін? Ол 50 күн қатарынан өзінің атын атаған адамды да естіген жоқ болатын. Ал бүгін біреу «Я Қаб бен Малик» деп жатты. Қап былай дейді: мен бұның қуанышты хабар, сүйінші екендігін түсіндім. Сол кезде мен Аллахқа сәждеге құладым. Сосын мен орнымнан көтеріліп, алыстан дауыстар шығып жаққан жаққа қарадым. Олардың бірі атына мініп маған қарай шауып келе жатты. Ал басқасы биік төбешікке шығып алыстан: Алла сенің тәубеңді қабыл алғанына қуана бер, «Я Қаб бен Малик» деп айғайлап жатты. Ол маған жеткен кезде мен қуаныштан оның сүйіншісіне үстімдегі киімді шешіп бердім. Сонда менің одан басқа киімім жоқ еді. Одан кейін мен одан берген киімдерімді Аллахтың елшісіне барып келу үшін ала тұрдым. Сонымен мен одан киімді уақытша ала тұрып, Аллахтың елшісіне асықтым. Жол бойы маған кездескен сахабалар мені құттықтап жатты. Менің екі жолдасыма да Аллахтың олардың да тәубелерін қабыл алғандығын айтып қуанту үшін шабармандар кеткен екен. Мен мешітке келгенде пайғамбар өзінің сахабаларының арасында отыр екен. Маған Талха ибн Убейдуллах келіп, менімен амандасып, мені құшақтап құттықтай бастады. Мен оның осылай істеген еш қашан ұмытпаймын. Мен пайғамбардың алдына келіп отырдым. Ал оның жүзі ай секілді жарқырап, күлімдеп маған қарады да: «Я Қап, анаң сені дүниеге әкелген күннен бергі ең жақсы күніңе қуана бер» деді. Сонда мен одан: «Я Аллахтың елшісі, бұл кешірім Аллахтан ба, әлде сенен бе?» деп сұрадым. Пайғамбар: «Аллахтан» деп айтты. Алла олардың тәубелерін қабыл алып, Құран аяттарында былай деді: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Алла соғыстан қалған үшеуінің де тәубесін қабыл етті. Тәпті оларға жер кең бола тұра тар көрініп еді. Өздерінен өздері тарылып, Аллахтан басқа ешбір пана жоқтығын аңғарды. Содан кейін Алла оларға тәубе нәсіп етті. Шынында ол Алла тәубе қабыл етуші мейірімді. Қап былай деп айтып жатыр: пайғамбар маған бұл хабарды айтып жатқанда қуанышты да риза еді. Мен қатты қуаныш үстінде болған: «Я Аллахтың елшісі, Алла менің тәубемді қабыл алғандығы үшін бүкіл дүниемнен бас тарттым, оны Алла үшін құрбан еттім» дедім. Бірақ маған дүниеңнің бір бөлігін өзіңде қалдыр деді. Сол кезде мен маған Хайбардан тиген үлесім жетеді, ал қалғанының бәрін Алла үшін құрбан еттім дедім. Мені Алла шындықты айтқаным үшін құтқарды деп жалғастырып айтты Қап. Сондықтан мен ешқашан жалған сөйлемеймін деп Аллаға серт бердім. Осыдан кейін Алла тағала мына аяттарын аян етті: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Әй мүминдер, Аллахтан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар. Сахабалар осы үш мұсылманды құттықтап, оларға Аллахтан игіліктілеп жатты. Осы үш сахабаны Аллахтың кешіргендігін білген бүкіл Медина қуанышқа қауышты. 50 күн қатарынан сахабалар осы қиын сынаққа төтеп бере алды. Олар Аллахпен шыншыл болды да, ол олардың тәубелерін қабыл алды. Олар шыншыл болды да, ұлы да құдіретті Алла оларды құтқарды. Осы әңгімемен
3 sahabaga байланысты Qur'onda o'zining o'rnini topgan tavba voqeasi аяқталды. Al buning sebebi Allohdan және оның elchisiмен шыншыл болу edi. Бұл жылы басқа да оқиғалар болды. Пайғамбар Эфиопия елінің басшысы Негустың қазасы жайлы хабар алды. Ол әділ адам еді де, оның есімі Асхама болатын. Пайғамбарды оның қазасы жайлы хабар қатты қайғыртты. Пайғамбар ол үшін жаназа намазын оқыды. Сол кезде басқа жерде қайтыс болған адам үшін жаназа оқу заңдастырылды. Сондай-ақ сол жылы 200-лердің басшысы Абдулла ибн Убей ибн Салюл қаза тапты. Пайғамбар ол үшін кешірім сұрап жаназа намазын оқыды. Сол кезде Алла тағала 200-лер үшін пайғамбар 70 мәрте кешірім сұраса да, Алла оларды кешірмейтіндігі жайлы аян түсірді. Абдулла ибн Убей көп жылдар қатарынан Аллахтың елшісіне қастандықтар жасап, зиян шектірген адам еді. Пайғамбар оған жаназа намазы оқу үшін оны жауып кебіндеуді әмір етті. Омар оған: "Я Аллахтың елшісі, сен шынымен-ақ 200-лердің басшысы үшін жаназа намазын оқымақсың ба? Ол осындай істер жасап еді ғой", деді. Аллахтың елшісі сенімді түрде жауап қайырды. Бұл Аллахтың елшісінің мейірімінің көрінісі еді. Ол Аллахтың жаратылыстарының арасындағы ең мейірімдісі еді. Ол жаназа намазын оқығанда Алла тағала мына аяттарын аян етті. مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. Олардан біреу өлсе, әсте жаназа намазын оқыма да, қабірінің басында тұрма, өйткені олар Аллахқа, пайғамбарына қарсы келді. Құран Омардың сөздерін растады. Сондай-ақ сол жылы Ғамиди руынан бір әйел таспен атқыланып өлтірілді. Ол әйел зина жасап, Аллахтың елшісіне келді. Ол әйел: "Я Аллахтың елшісі, мен зина жасадым, мен тазарт", деді. Пайғамбар оны жазаламады. Ол әйелді жазалауды, әйел жүкті болған баласын туғанша күтті. Әйел босанды да ұлымен пайғамбарға келді. Пайғамбар оған мейірімін танытып, ол әйелдің өзін жазалауға өтінішін қайтаруын күтті. Ал ол әйел: "Я Аллахтың елшісі, мына баланы мен зинадан таптым, сондықтан мен тазарт", деді. Пайғамбар оған: "Жоқ, сен оны омырауынан айырғанша орала тұр", деді. Ол әйел оған 2 жыл өткен соң келді. Оның ұлының қолында жеп тұрған наны болды. Ол әйел: "Я Аллахтың елшісі, мен оны омырауынан айырдым", деді. Пайғамбар ол әйелдің жазалауын сұрап дегеннен қайтпаған соң, оның ұлын алып сахабалардың біріне берді. Осыдан кейін осы жылы ол әйел тас боранмен жазаланды. Пайғамбар оның тәубесінің қабыл болғандығын хабарлады. Осы оқиғалардың бәрі 1 жыл ішінде болды. Пайғамбар адамдардың ішіндегі ең мейірімдісі еді. Адамдар оның тілін алмай, әмірлерін орындамай жатса да, ол Алла тарапынан олар үшін келіп жатқан кешірімдерге қуанып жатты. Иә, Аллахтың елшісі осындай еді. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا